Тоқта, мұндай сочный мәнтіні көрсең, бірден жасап көргің келеді. Бүгін ауызда еріп кететін мәнті жасадым. Ұнға тұз, салқын су, жұмыртқа қосып қатты қамыр илейміз де тындырып қоямыз. Фаршқа ет, асқабақ, пияз, тұз, бұрыш, май қосып жақсылап араластырамыз. Тынған қамырымызды ұзынша етіп кесіп, кішкентай бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті жұқалап жайып. Ортасына фарш саламыз да видеодағыдай астынан жоғары қарай екі жағын жапсырып әдемілеп түйеміз. Өте оңай, өзі түліп кете береді. Дайын мәнтіні майланған табаға қойып, үстін майлап мантаваркада 45 минут пісіреміз. Соус үшін табаға май құйып туралған пиязды қуырамыз, тұз бен томат пастасын қосамыз. Үстіне су құйып, баяу отта 10-15 минут пісіреміз. Шырынды мәнті мен қою соус нағыз дәм. Осындай күнделікті рецептер керек болса, тіркеліп қойыңдар.